осы өзеннің арғы жағына Шақжақан өзі өлгеннен кейін кесене салғысы келген. Өзінікін қара, әйелінікін ақ қылып жасағысы келген екен. Бірақ ол өлгеннен кейін оның барлығы қалып қояды. Кейбір адамдар осы өзенге келіп шомылады, бірақ шомылуға кеңес бермеймін. Себебі бұл өзеннің бір шетінде крематорий бар, яғни өртеп адамдарды осы өзенге ағызып жіберетіндер де бар екен. Кей кездері әрине Ганг өзеніндегідей күніне 10-нан 20-дан емес, бірақ дегенмен де кейбір адамдарды өртеп осында жібереді екен.